өресі биік, өрісі кең қазақ халқының қарапайым әрі бірегей құрақ құрау өнері ерте заманда пайда болған. Құрақ құрау тәсілі маталардың қалдығын негізінде жаратуға пайда болған. Қолынан іс келетін шебер әйелдер көрпеден бастап кеудешеге дейін бұйымдарды құрақпен безендірген. Құрақ құрау үшін ең алдымен қажетті материал таңдап алып, содан соң түрлі түсті маталар қиыстырылып тігіледі. Қолөнердің негізгі әртүрлі символдармен де байланысты. Мәселен, үшбұрыш. Құрағының мәні әлемдегі үш дүниені ұштастыру екен. Яғни, үшбұрыш ауа, жер, су, үш ғаламның белгісі. Ал, Нұрайым, матаны шетін тұста, әже, ұста. Әже қазір Қарашын, әдемі? Әдемі, да? Әдемі. Енді мына құрақты ұста. Қазір әже үндеге жалғастырып тігеді. Ұстап тұрмын. Үндеге ұстап. Жарайсың. Қазір әже үндеге жалғастырып тігеді. Әже, мен құрақ көрпе туралы тақпақ беріп айтып берейін. Әрине, жаным, айтып бер. Құрақ көрпе қандай әсем қарасын, ағын көгін қызыл сары қарасын. 5 бояу мен 6 шаршық құрақты қандай әсем тауып тұруға жарасын. Ой, жарайсың. Керемет тақпақ. Өзің жаттап алдың ба? Иә. Жарайсың. Енді мына тақпақты, Нұрай сіңілден үйрет, жақсы ма? Күнде жаттап жүр, ол да үйреніп алсын, жақсы ма? Керемет тақпақ. Құрақтан жасалған бұйымдар, әртүрлі матадан, бұрыннан көзге түседі. Құрақ құрау төзімділікке тәрбиелейді, үнемділікке тәрбиелейді, түстерді үйлестіре білетін әсемдікке үндейді, адамның ой-өрісін кеңейтеді. Ал, кел, екеуміз көрпе жинайық. Қазір